Саламатсыздар ма? Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз 102-ші сабақтың есептерін шығаруға тоқталамыз. Бұл сабақта екі таңбалы санды бір таңбалы санға жазбаша көбейтудің алгоритмін үйрететін боламын. Видеоны соңына дейін көріп, мені қолдап кетіңіздер. Екі таңбалы және үш таңбалы сандарды бір таңбалы санға көбейтуді баған түрінде жазып орындаған ыңғайлы. Бұл жағдайда көбейту таңбасы x қолданылады. Көбейткен кезде әуелі екі таңбалы санды жазып аламыз. Екі таңбалы сан екі көзге жазылады. Сосын бірліктің астына бірлікті жазамыз. Өйткені біз бірлікке көбейтейін деп тұрмыз. Содан кейін бірліктерді көбейтеміз әуелі. Екіні үшке көбейтеміз. Шыққан санды бірліктің астына жазамыз. Сосын бірлікті ондыққа көбейтеміз. Одан шыққан санды ондықтың астына жазамыз. Енді осындай ретпен бірнеше көбейтуді орындап көрейік. 23-ті 3-ке көбейту керек. Ол үшін екі таңбалы санды жазып аламыз. Көбейтуді x таңбасымен белгілейміз. 3 бірлікке көбейту үшін бірліктің астына бірлікті жазамыз. Асын сызамыз. 3 жердегі 3-ім 9, оны бірліктің астына жазамыз. Енді 3-ті ондыққа көбейтеміз. 2 жердегі 3-ім 6, оны ондықтың астына жазамыз. 31-ті 3-ке көбейтіп көрейік. Жазамын. Көбейту таңбасын қоямын. Бірліктің астына бірлікті жазамын. Асын сызамын. 3-ті бірлікке көбейтем, оны бірліктің астына жазам. 3-ті ондыққа көбейтем, оны ондықтың астына жазам. Сонда мәні 93-ке тең. Осындай тәсілмен үшінші мысалды шығарамыз. Төртінші есеп А бөлігі. Маусым айында біздің мектептен 43 оқушы, ал тамыз айында одан 2 есе артық оқушы Астанаға экскурсияға барды. Біздің мектептен барлығы қанша оқушы экскурсияға барды? Есептің шартын құрып алдық. Есеп екі амалмен шығады. Себебі тамызда экскурсияға барған оқушылардың саны белгісіз, оны табу керек. Және 2 айда барлығы неше оқушы экскурсияға барды? Есепті қалай шешеміз? Барлығы деген сұраққа жауап беру үшін екі санды қосуымыз керек. Бізде белгілісі 43. Бұл маусымда барған. Оған қосамыз, тамызда барғанын қосуымыз керек. Бірақ бізге ол белгісіз. Сол белгісізді табу үшін біз жақшаның ішінде орындаймыз. 2 есе артық деп тұр. 43 2 есе артық. Демек 43-ті 2-ке көбейтеміз. Мінекей, мынау маусымда барған оқушылар саны, мынау тамызда барған оқушылар саны. Енді барлығын табу үшін екеуін бір-біріне қосуымыз керек. 43 пен 2-нің көбейтіндісін баған түрінде орындап аламыз. 2 жердегі 3-ім 6, 2 жердегі 4-ім 8. Демек, тамызда 86 оқушы барған. Енді 43 пен 86-ны қосқанда 129. Демек, барлығы 2 айда 129 оқушы экскурсияға барды. Ә бөлігінде Астанаға дейін жету үшін автобуспен баруға 13 сағат, ал пойызбен баруға одан 2 есе артық уақыт жұмсалады. Оқушылар жолға барлығы қанша уақыт жұмсады? Бұл есепте екі амалмен шығады. Автобуспен жүрген уақыт пен пойызбен жүрген уақыт екеуін қосуымыз керек. Автобуспен жүрген уақыт белгілі, пойызбен жүрген уақыт белгісіз болғандықтан, оны табу үшін жақшаның ішінде орындаймыз. 2 сағат артық 13-ті 2-ге көбейтеміз. Енді оны баған түрінде көбейтіп алайық. 2 жердегі 3-ім 6, 2 жердегі 1-ім 2. Демек, пойызбен 26 сағат жүрген. Барлығы неше уақыт жүрген табу үшін 13 пен 26-ны қосамыз. Сонда 39 сағат жолда болған. 5-ші есеп.
көбейтіндінің мәнін тап, қалай есептегеніңді түсіндір дейді. Бірінші көбейткішіміз 2 таңбалы сан, екінші көбейткішіміз 1 таңбалы сан. Көбейтіндінің мәнін қалай есептегенімізді баған түрінде көрсетуіміз керек. Сөйтіп кестені толтырамыз. Ә бөлігінде есе артық сөзін және кестедегі сандардың пайдаланып, екі амалмен шығатын есеп құрастыру керек. Мінекей бізде кестеміз дайын. Енді көбейтіндінің мәнін табамыз. Ол үшін баған түрінде есептеп көрейік. 24-ті 2-ке көбейтеміз. Бірліктің астына бірлікті жазамыз. Енді бірліктерді көбейтейік. 8, бірлікті ондыққа көбейтеміз. 4. Сонда мына көбейтіндінің мәні 48-ге тең. 3-ті бірлікке көбейтеміз. 9. 3-ті ондыққа көбейтеміз. 9. Демек, мына жерде 99 шығады екен. Бірлікті 4-ті бірлікке көбейтеміз. 4-ке тең. 4-ті ондыққа көбейтеміз. 8-ге тең. Мәні 84. Енді осы кестедегі сандарды пайдаланып, есе артық сөзін қолданып, екі амалмен шығатын есеп құрастыруымыз керек. Мынандай есеп құрастыруға болады. Ерлан мен Сабыр кітап оқуға кірісті. Бір күнде Ерлан 24 бет оқыды, ал Сабыр одан 2 есе артық бет оқыды. Екі бала бір күнде неше бет кітап оқыды? Енді осын шешейік. Барлығын табу үшін бағанағы жоғарыдағы есептегі сияқты Ерлан мен Сабырдың оқыған беттерін қосуымыз керек. 24 бізге белгілі, Сабырдың оқыған кітабы белгісіз, беті белгісіз. Сондықтан оны 2 есе артық болғандықтан көбейту амалымен табамыз. Мына жерде 8, бірлікті көбейткенде 8, 48. Ерлан 48 бет оқыған болып есептеледі. Енді екеуін қосатын болсақ, 72. Екі бала бірге 72 бет оқыды. Келесі тапсырма теңдеу шешуге берілген. Мінекей бұл теңдеуді шешу үшін теңдіктің оң жағын ықшамдаймыз. Ықшамдағанда 40 саны шығады. Сонда x-тің мәнін табу үшін 40-ты 5-ке бөлеміз. X-іміз 8-ге тең. Мына жерде де бөлуге берілген теңдеу, оның оң жағын ықшамдағанда 3 саны шығады екен. Y деген белгісіз санды табу үшін 3-ті 23-ке көбейтеміз. Сонда біздің Y-іміз 69-ға тең. 7-ші есеп бұл ізденушілікке берілген тапсырма. Құрбылар Сәуле, Қарлығаш, Зәуре және Шолпан әр түрлі үйде тұрады. Сәуле бүгін 3 құрбысының үйіне бармақшы болды. Ол мұны қанша тәсілмен орындай алады? Бір тәсіл суретте бейнеленген. Басқа тәсілдерді көрсет. Мінеке, Сәуле үйінен шығып 3 құрбысының үйіне барудың бір тәсілі көрсетілген. Әуелі ол Қарлығаштың үйіне барды, сосын Зәуренің үйіне барды, сосын Шолпанның үйіне барды. Екінші тәсіл, Сәуле үйінен шығып Қарлығашқа, сосын Шолпанға, сосын Зәуреге барады. Осылай сурет бойынша анықтауға болады, бірақ бұл жерде шатысып кетуіміз мүмкін. Сондықтан оның қалай шығу тәсілін көрсетейін. Бірінші, Сәуле бірінші Қарлығашқа барады, сосын Зәуреге, сосын Шолпанға барады. Екінші тәсіл, Сәуле Қарлығашқа барады, енді мына екеуін орнына ауыстырамыз. Шолпанға, сосын Зәуреге барады. Үшінші тәсіл, енді Қарлығаш пен Шолпанның орнына ауыстырамыз. Сәуле Шолпанға барады, сосын Қарлығашқа барады, сосын Зәуреге барады. Төртінші, енді мына екеуін орнына ауыстырамыз. Сәуле Шолпанға, Зәуреге, Қарлығашқа барады. Енді Шолпанның орнына енді Зәурені қоямыз. Сәуле бірінші Зәуреге, сосын Қарлығашқа, сосын Шолпанға барды. Енді мына екеуін орнына ауыстырамыз. Сәуле Зәуреге, Шолпанға, сосын Қарлығашқа барады. Міне осындай 6 тәсілмен
құрбыларының үйіне барады екен. Менің видеом пайдалы болған болса, лайк басып, комментарий жазып, қолдау көрсетіңіздер.